Қайырлы күн, Абай мектебінің 8 сынып оқушылары. Бүгін біз жаңылмасам 5-ші рет дәстүрлі түрде, тұрақты түрде балалар жадындағы бабалар мұрасы деген тақырыппен шешендік сөздер мен толғауларды көп жаттап, мәнерлеп түсініп айту жарысын бастағалы отырмыз. Алғаш рет осыдан 4 жыл бұрын бұл байқау өткен кезде бұл байқауға 2 оқушы қатысқан. Сырымбет Сезімханұлы мен Нұрай Серікжанқызы қазір 11-ші сыныпта оқиды. 2 оқушы қатысқан. Оның өзінде ол 2 оқушы Ақберен республикалық шығармашылық жастар байқауының шешендік білгірлік бағытында Сырымбет Сезімханұлы 2-ші орынға ие болды. Және Нұрай Серікжанқызы Астана қаласында өткен 6 сыныптың сөз жақсысы республикалық Абай мектептерінің оқушылар арасындағы шешендік сайыста топ жарды. Демек, кім бабалар мұрасына жақындаса, жақсырақ білсе, терең түсінсе, онда оның жолы ашыла бастайды. Бақ жұлдызы биіктен жарқырай бастайды. Оның таным түйсінігі тереңдейді, оның білімі көбейеді. Оның рухани әлемі нұрлана түседі. Сондықтан бұл байқау сіздерді дамытатын, көкжиектеріңізді кеңейте отырып, үлкен бір қадам жасайтын, жаңа бір есікті ашатын байқау. Үлкен байқаулардың баспалдарында осы байқау тұрған ескеріңіздер. Бүгін міне бүгінгі байқауға жалпы 23 оқушы 8 сыныптарда ниет білдірген. Бұл бұған дейін бұрын соңды болмаған ең жоғарғы көрсеткіш. Жалпы 8 сыныптардың 4-тен бірі 10-нан көп әңгіме жаттап, осы бабалар мұрасына деген жақсы ықыласын білдірді деген сөз. Алайда қазір түрлі жағдайларға байланысты 5-6 оқушы ауырып, сайысқа қатысу мүмкіндігінен айырылды. Уақытша олар денсаулығын қалпына келтіргеннен кейін міндетті түрде жалғастырады. Олай болса, бүгінгі байқауды біз ерекше бастаймыз. Әуелі Абай атамыздың 8 аяқ толғауынан үзіндімен бастайық. Кім біледі? Келе ғой. 8 аяқтан үзіндіні басқа бір шумағын айтайық. Өйткені бұл біздің байқауымызға тікелей қатысты. Абай Құнанбайұлы 8 аяқ. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған. Қиуадан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра ала алмас. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ойға олар. Бәрекелді, рахмет. Көңілсіз құлақ тағыны жетіп қайырға. Міне осы жолдардан білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра ала алмас деген керемет үзіндіні талдап алып, бүгінгі байқаумен байланыстыратын болсақ, мына шешендік сөздердің құндылығы, тәрбиесі, мән маңызы білген адамға маржан, білмеген адамға арзан. Ал ақыл парасаты кемелденбеген Абайдың өз сөзін айтқанда надан адамдарға ол түкке тұрғысыз. Ал сіздер ақылды, парасатты, жан-жақты дамыған көшбасшы тұлға болуға ниетті болғандықтан бұл сөздердің бағасын білесіздер және білуге ынтық көңілмен келіп отырсыздар. Олай болса, байқауымыз сәтті, табысты болсын. Байқауға қатысушыларға сәттілік тілейміз.